Ал Батыс Қазақстан облысында салынып жатқан автокөлік жолына отандық ғалымдар ойлап тапқан жаңа қоспа пайдаланылды. Мамандардың айтуынша, бұл материал битумның беріктігін күшейтеді. Демек, жол тез бүлінбей, жарамдылық мерзімі де арта түседі. Әзірге жаңа қоспа тәжірибелік аумаққа төселді. Егер көрсеткіші көңілден шықса, өңірде кеңінен қолданылмақ. Қазір жаңа модификатор қосылған асфальттың алғашқы легі төгіліп жатыр. Бұған дейін бұл технология Семей мен Оңтүстік Қазақстан облысында қолданылыпты. Оған оң бағасын берген ғалымдар бұл материал батыс өңірінде жатсынбайды деген үмітте. Себебі еліміздің әр өңірінің табиғаты әр алуан. Мамандар дерегінше аймақтардағы температура айырмашылығы 100 градусқа жуықтайды екен. Сондықтан жаңа қоспа қосылған асфальт әзірге 1 шақырым сынақ алаңына төселді. Көрсеткіші көңілден шыққан. Қоспа құрамы су өткізу, температураға төзімділік және тағы да басқа калиустойчивость бар, трещина устойчивость на добавкада. Он нәтиже көрсеткен. Біздің мақсатымыз ұзақ және сапалы жолды салу. Жол құрылысын ғылыми тұрғыдан зерттеушілердің дерегінше Орал өңіріндегі жол сапасына сын жиі айтылады. Өйткені жобалау кезінде жергілікті материалдың ерекшелігімен табиғат жағдайы ескерілмейді. Басты материал битум сапасының да әсері бар. Щебеночно-мастичный асфальт бетон дегеніміз, бұл ішіндегі шебені қиыршықтас 70-тен астам проценті бар. Қазіргі интенсивності өсті, климатта өзгерді. Мінекей қазір көріп отырмыз ғой қандай ыстық. Сондықтан қазіргі көп жолдарға осы шиманы салып жатыр. Бірақ битумның сапасы төмен болғандықтан осындай модификаторларды пайдалануға тура келіп жатыр. Қазавтожол осы жолды қарайтын, бақылайтын ұлттық оператор болғандықтан біздер осы салынып жатқан жолға, осы жобаларға басты мәселе енді сапаға біздер өте қатты көңіл бөлеміз, соны қадағалау керекпіз. Сондықтан осындай бастамалар қолдаймыз. Өйткені ол шиманы, асфальт бетонын біздің характеристикасын жақсартады. Биыл өңірдегі 576 шақырым жолды жөндеуге 116 миллиард теңге бөлінген. Еркін Карин, Алтынбек Қабделов, Астана Таймс, Орал.